Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бізде жаңбыр жауып күшті болып тұр, күн деген. Қораға келе жатырық. Бізде мына жақта порода австралог. Видео басталмастан бұрын арнамызға жазылып, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. 10 мың подписчикке тезте жеткізіп тұрсақ, жақсы болады, сіздерге сенем. Мұнда будене балапандары жатыр. Сосын буденелер лайнан аяқтан кетіп жатыр, өзімен өздері. Соған қандай нәрсе айтасыздар, сол туралы айтып кетсеңіздер, не істеу керек оған. Содан кейін бізде күрке тауықтар осында қостық. Күрке тауықтар сатылады. Алам деушілер болса хабарласыңыздар. Просто бір шаруашылыққа ақша керек болып жатыр өзіме. Сол себепті күрке тауықтарды сатып жатырмыз. Так. Мұнда Әділердің жұмыртқасы бар. Өзіне біреуін жеп қойған ба? Үшеу болған сияқты. Мана үйдегілер алып кетті ме екен. Так, осы күрке тауықтар сатылады. Алатын болсаңыздар хабарласыңыздар. Сосын күрке тауықтың жұмыртқасы жиналып тұр. Тоже бір жұмыртқасы 200 теңгеден, алатын болсаңыздар тоже хабарласыңыздар. Барлығы Орал қаласында. Так, мына қалтама салып алайын. Содан кейін тағы да Так. Осыларды сатып жатырмыз. Пока мыналар сатылмайды. Жаңбыр жауып бізде керемет болып тұр. Ақшаны не істейсің деп жатқандарға айтып кетейін. Менде мына жақ шипырмен қапталған. Сол ар жағын түгел завод тартайын деп едім. Соған ақшам жетпей жатыр. Завод тартуға. Мана құлап қалған. Оны тоже көріп тұрсыз, сынып жатыр. Соған кішігірім ақша керек болып жатыр. Қаржы мәселесі қиындап жатыр менде. Сол себепті күрке тауықтарды сатып жатырмын. Содан кейін мұнда 4 еркек шыбыш сатылады, кестірілген. Мынаны сындырып тастаған. Тоже 10 мыңнан. Мынау еркек міне. Мынау еркек, ана қара бар. Тағы мынандай бір тоқал ақ бар, сол еркек, 4 еркек бар. Сол 4 еркек шыбышты сатамын. Бір штугы 10 мың теңгеден. Если что, хабарласыңыздар. Все, жақсы, сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.